Жақсы адам қатенді көрсе жасырады, жаман адам басқаға қатенді айтуға асығады. Әйелден қанағат кетсе, ердің бағы қашады. Әйелдің шүкірі артса, ердің ризығы артады. Адамға ренжудің қажеті жоқ. Әркім өз тәрбиесіне қарай сөйлейді, өз деңгейінде ойлайды. Санасы биіктер жақсылығынды көреді, санасы төмендер қателігінді тереді. Зор дұшпаннан қалай сақтансан, ұсақ жаудан да солай сақтан. Көңіліне бір қыдығың сыймаса, кейде 100 жылдық досың жауына айналады. Өмірде не қаласан, соны аласың, сондықтан қалауынды өсіруден қорықпа. Басында қиындығы бар адам көргенінде Алла тек оны сынап жатыр деп ойлама. Ол сені де сынап жатыр. Сен көмектесесің бе, әлде теріс айналасың ба? Жақсы күнде жанынан табылғанды емес, қиын күнде демегенді дос сана. Ақылы лас пенде жаман ойлайды, көңілі кір болған адам менсінбейді. Ұжданы нашар адам ұнатпайды, әрекеті теріс адам кемсітеді. Ақымақты дұрыстама, ол сені тыңдамайды. Ақылды адамның қателігін дұрыста, ол сені бағалайды. Әдемі сөйлеген адамға сенбе. Оның сөзінде әрқашан ойын бар. Үнсіз әдемі істер жасайтын адамға сеніңіз. Байып кетеміз деп, тайып кетіп, жеңілмен өтеміз деп өмірден өтіп кетпесек болды. Өмір көрген әже айтқан екен. Жар таңдауда қателессен, төлемі өз өмірің болады деп. Бақытқа жету көп нәрсені талап етпейді. Тек кең жүрек, жылы жүз, азға қанағат, Аллаға толық сенім артсан болды. Егер өз-өзіне сенімді болсан, иттер саған үргеннен басқа түк те істей алмайды. Басына үс түсіп қиналған кезде кімнің кім екенін білесің. Жалғыздығын білінеді, әлсіздігін сезіледі. Көп сылтаулар айтылады. Ақ көңілдікпен біраз нәрсе жоғалтқан болсан да, адамгершілікті жоғалтпа. Ақымақтықпен көп адамға сенген болсан да, адамдықтан аттама. Ерте ме кеш пе жүйрік аяқтар сүрінеді, тік иықтар бүгіледі, қара шаштар ағарады, сұлу келбет әжім түсіп қартаяды, өткір жанар суалады. Бірақ иманды жүрек ешқашан өзгермейді, қартаймайды. Тірінің қамын тірі жер, тірілер бірін бірі жер. Тірлікте қашқан қадірін өлгенде ғана білінер. Бірде ащы, бірде тәтті өмір деген, сәл нәрседен қалады көңіл деген. Сыйластықта болайық жақсыларым, мәңгі өмір ешкімге берілмеген. Өмір өтіп барады зулап ағып, жастық шақтың жалынын ұрлап алып, егде тартқан байсалды болашағым, есігімнен қарайды сығаланып. Дүниенің дүние болып дөңгеленіп тұруы қанағатта, бірақ көп адамдар қанағатты білмейді. Сонда да барып қазақтар, кедей байға жетсем дейді, бай құдайға жетсем дейді, деген мақал шығарған. Қанағат қарын тойғызады, қанағатсыз жалғыз атын сойғызады дегенді де Қазекем айтқан. Қанағатсыз жан құдайдың мансабын армандайды. Адам бейшараны қуанту үшін көп нәрседе керек емес қой. Көңіл жетсе, бәрі де жетеді екен ғой. Бұл өмір, ойнап жүріп отбасулар, кездейсоқ кездесулер, қоштасулар. Жаны бөлектің жаратылысы бөлек. Әркімнің тіршілік салты өзіне тиімді. Мықтылық дегеніміз әдемі тұрмыс құрып бақытты ғұмыр кешу емес. Қоржын арқалап жүрсен де адамдығынды жоғалтпау. Өгізді өрге салма, қанатын талар. Наданға көзінді салма, сағын сынар. Досына өтірік айтпа, сенімін кетер. Дұшпанға сырынды айтпа, түбіне жетер. Балана 10 жастан кейін Алла жайлы айтпасан, 10 жастан кейін Аллаға өмір бақи балан жайлы айтасын. Адал адамның көп досы болмайды. Себебі ол жағымпаздануды білмейді. Шақырмайды бізді қонаққа деп, айлап жылдап қалын сұрап, үйіне де бармайтын болдық. Ағайынды тыңдайтын болдық, бай кедей деп талдайтын болдық. Көзінше мақтап сыртынан даттап, барлығынан да алдайтын болдық. Адамның сыйластығы сынақ келгенше, өз өмірінің ұстазы өзін.
әрқашанда әрбір сәтте өзіңді бағала, өзіңді жақсы көр.